Қазақ шежіресінде арғата алаштан тараған 300-дің киелі бабаларының туысқандық жүйесі, салалы тамыры тармақталады. Олар әдетте ағарыс, жанарыс, бегарыс деп аталады. Жетісу өлкесін ежелден қоныстанған Албан, Суан, Жалайыр, Қаңлы, Дулат, Шапрашты, Сарүйсін, Ыста, Сіргелі, Ошақты, Шанышқылы сынды тайпалар ағарыстан тарайтын ұлы жүз бірлестігінің құрамына енеді. Ежелгі дәстүрге сәйкес, Жалайыр тайпасы ұлы жүздің ноқта ағасы болып саналады. Жанарыстан таралатын орта жүз құрамына жататын Арғын, Қыпшақ, Керей, Уақ, Найман, Тарақты тайпалары ежелден Қазақстанның орталық, шығыс, солтүстік өлкелерін мекендейді. Осы жүздің тағы бір белді тайпасы Қоңырат оңтүстік өңірге қоныс тепкен. Орта жүздің ноқта ағасы Тарақты руы. Бегарыстан таралатын кіші жүз бұтағына Алаша, Алшын, Адай, Байбақты, Беріш, Есентемір, Жаппас, Қызылғұрт, Масқар, Таз, Асық, Шеркеш кіреді. Құрамындағы тайпалардың саны 12 болуына байланысты бұл бірлестік 12 ата байұлы деп аталады. Жетірудың құрамына атынан көрініп тұрғандай Жағалбайлы, Кердері, Керейт, Табын, Тама, Келеу, Рамадан деп аталатын 7 тайпадан тұрады. Кете, Қаракесек, Қарасақал, Төртқара, Шекті, Шөмекей тайпалары 6 ата Әлімұлы деп аталатын құрылымға жатады. Кіші жүздің ноқта ағасы әдетте Табын деп есептеледі. Шежіре дәстүрінде қазақтың арғатасы Алаштан 300-дің 3 баласы таралады. Бұл үштік құрылым туыстық қарым-қатынастарға айқындық сыйлап қана қойған жоқ. Ол сонымен қатар орасан зор географиялық тегістікті бөлу, шаруашылықты тиімді ұйымдастыру қажеттігінен туып, территориялық әкімшілік жүйені қуатты нығайтуға, саяси әскери пәрменді қызмет атқаруға негіз қалады. Халқымызда сондай-ақ қазақ хандарының бастауында тұрған Шыңғысхан ұрпағынан тарайтын төре шежіресі, сонымен бірге арғы тегі Мұхаммед пайғамбардың сахабалары ұрпағынан тарайтын дін иелері Қожа шежіресі өз алдына жеке жүйеде қамтылады.